оппозиция деген, гендер, меритократия деген сияқты тағы бір өзекті қоғамда жиі қайталанатын бір тақырыптарға байланысты біздің қоғамдағы түсініктерді дұрыс үйрету керек та. Айтқым келіп отқаны, мысалы үшін жаңа Гарвардта докторантураға түсу үшін міндетті түрде сен терминдарды тапсыруың керек екен. Ол жерде мына термин мынандай мағына береді емес, сен оны кәдімгі сен қалай түсінесің, соған тест тапсырады екен да. Мысалы үшін біз меритократия деп әдемі сөздерді айтамыз ғой, президенттің деңгейінде айтады да, бірақ оны жалпы түсіну үшін адам оның мағынасы не екен, мағынасын түсінуі де мүмкін, бірақ оны адам деген бойына сіңіріп қорыту керек қой. Сол сияқты біздегі гендерге байланысты әлі адамдардың бойына ол сіңіп үйренбеді. Феминизм ол керемет зат негізі. Келісесіз ғой? Керемет зат негізі. Бірақ біздің қоғамда ол феминизмге байланысты жалпы түсінік басқа да. Оның даже білмеймін, олардың өздерінің бір сіңіріп алған бір басқаша бір түсінігі бар да феминизмге байланысты.